Меркі аудандық ауруханасында ашылған жастар орталығына 3000-ға жуық адам көмек сұрап келген. Аурухана басшысы шаң басып жатқан жертөлені толықтай жаңартып, жастар орталығына айналдырған. Отбасындағы келеңсіздіктен өмірден қажған жастар ол жерде үстел теннисі, жаттығу залы сынды өзге де спорттың түрлерімен тегін айналысып қана қоймай, психологтың, әлеуметтік отбасылық дәрігерлердің көмегін тегін алады. Одан бөлек күнделікті дұрыс тамақтану, өмірдегі өзге де зиянды заттардан аулақ жүруді де үйренеді. Орталыққа 14 пен 29 жас аралығындағы жастар кез келген уақытта келіп, моральдық шаршауын шығара алады. Жүктілік кезде әйелдер балаларға қалай әсер етеді, соны анықтау байқаса, темекінің зияндылығы жайында. Бұны жасаған кезде біз темекіні салып тұтандырып, мына жақта қысым жасаған кезде мы тоже сейчас можем вам показать. Мына жерде ішін бәрі түтіннің жаңағы смолаларына толады. Сол балаға қалай әсер етеді, соның бәрін видеороликтен осы көзбе-көз балалар өздері көріп, өздерін жаңағы әсерлерін барлығын айтады. Осында ішімдіктерді ішіп, адам жаңағы машинаны айдаған кезде қауіптілік белгілері ғой, қандай нәрсеге душар болатын бәрін. Сол ол адам қандай состояниеде болатынын барлығы мына мысалға неге жаңағы очки киіп айдау арқылы сол кезде көреді ғой, сол жайында. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының сөзінше, көмек көрсетудің әдістері еуропалық стандартқа сай ашылған. Жобаны дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы қолдаған. Аудандық аурухана басшыларының сөзінше, қызметкерлер адамды ауыратын халге жеткізудің жолымен де айналысады. Ауруды емдеу науқастың өзіне де, мемлекетке де көп шығын әкеліп жатыр. Келеңсіздікті азайтудың жолы ретінде қызметкерлер адамды қарау, тексеруден бөлек халықтың әлеуметтік тұрмыстық жағдайын тікелей бақылауға алмақ. Жаңа технологиялар бұлар адамға, тұрғындарға және әлеуметтік интеграцияланған түрде тұрғындарға медициналық көмек көрсетуге бағытталған бұл жерде. Бұл жерде көптеген жаңалықтар бар. Негізінен тұрғындарға қолжетімді, сапалы медициналық көмек көрсетуге мүмкіншіліктер береді. Үздік тәжірибелік практика ретінде осы жерде алғашқы медико-санитарлық көмектік жұмысы ұйымдастырылды. Бұл жұмыстың нәтижесінде, мен тек жеке жалпы мына жерде Меркі ауданы бойынша атап өтетін болсақ, осы алғашқы медико-санитарлық көмекке түсетін шағымдар 80% азайды. Жамбыл облысының орталығында 9 емхана, 10 ауданында 22 аурухана бар. Басқарма басшысының сөзінше, облыстағы 60-қа жуық медициналық қабылдау пункттерін жаңарту керек. Жаңа тәжірибе тиімді екенін көрсеткенмен, оны барлық ауруханалардың материалдық базасы және маманы дайын болмағандықтан қабылдай алмайды. Облыста 1 миллионға жуық халық өмір сүрсе, тек Меркі ауданының өзінде 86 мың тұрғын бар. Олардың 16 мыңы ауру болғандықтан арнайы тізімге алынған. Шалғайдағы ауыл адамдарына сапалы қызмет көрсететін медициналық мекемелер жетіспейді, көбі ескірген. Басқарма биыл 3 аудандық ауруханаға күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізбек, ал 2025 жылға дейін 60-қа жуық мекемені жаңаламақ. Поликлиникаға келетін науқастардың сағаттап кезек күтуін жойдық. Және ең бастысы осы электронды денсаулық сақтау жүйесі арқылы тұрмыстық сыбайлас жемқорлық түбінен жойылды. Қызметіміздің негізгі принципі болып саналатын ол емханаға келетін барлық науқастардың бағытын ажырату. Яғни сау науқастарды ауру науқастардан ажырату болып табылды. Біз жаңадан заманауи талапқа сай жаңа үлгідегі таразылар, ол таразыда толығымен компьютеризация, былай айтқанда, компьютерлік бағдарлама енгізілген, ол жерде адам өзінің ағзасындағы құрылымдық өзгерістерді толық анықтап, толығымен қанша пайыз жаңағы сүйек ткани болу керек, қанша пайыз май болу керек, минералдар қанша болу керек, тиімді заттар қанша болу керек, соның бәрін толығымен тестілеп өткізіп, науқастың қолына нәтижесі беріледі. Тұрғындардың арасында жүрек қан тамыр аурулары алдыңғы қатарда. Жаңа жобаның мақсаты бұрын ауруға бейімделген науқасты емдеуге арналған бағыт болса, медицинаны енді адамға әлеуметтік жағдайға бейімдеу. Әмірболат Құсайынұлы, Әсет Құндақбаев, Қазақ Today.